Баяғы бір заманда ата мен әже өмір сүріпті. Олардың қарындары ашып, бауырсақ жегісі кеп, әжей қамыр илей бастапты. Пешін қыздырып, отты жағып, әжей бауырсақты пісіруге кірісіп кетеді. Бауырсақ әдемі болып қызарып, оған жан бітіп, ояна бастайды. Бауырсақ пештен шыға сала, оған тіл бітіп, ата мен әжемен сөйлесе бастайды. Олармен танысып, жан-жағына қарап, алайда жаны еркіндікті қалаған соң, далаға қарай терезеден жүгіре жөнеледі. Әжесі қапаланып, бауырсақ, кейін қарай қайтшы, кетпеші деп артынан қала береді. Сөйтіп бауырсақ үлкен саяхатқа шыға жөнеледі. Сөйтіп үйден қашып шыққан бауырсақ жүре-жүре орманға тап болады. Жүгіріп келе жатса, алдынан қоян шыға келеді. Сен кімсің? Мен бауырсақпын, дейді бауырсақ. Сөйтіп бауырсақ, мен саған өлең айтып бере аламын. Атамнан қаштым, әжемнен қаштым, енді сенен де қашамын деп жүгіре жөнеледі. Қояннан сытылып жүгіріп келе жатқан бауырсаққа қасқыр тап бола кетеді. Одан қорқып келе жатып, бауырсақ тұра қалады. Сен кімсің? Дейді қасқыр қызыға қарап. Исің сондай күшті, жегім кеп тұрғанын-ай, қалай ойлайсыңдар балақайлар, жеп дәмін көрсем бе екен? Қасқыр ағай, мені жиі көрмеңіз, мен бұл орманға адасып келдім. Мені үйде атам мен әжем күтіп отыр. Мен бірақ саған қаласаң өлең айтып бере аламын. Атамнан қаштым, әжемнен қаштым, қояннан да қаштым, сенен де қашып кетемін. Ойбай, қаштым. Ой, қасқырдан оңай құтылып кеткенім-ай, деп қуанып келе жатқан бауырсақ бір кезде ақырған аюдың дыбысын естиді. Сөйтіп, қорқып тұрған бауырсақ аюға айтады. Аю, сен мені жиі көрме, мен бауырсақпын, мен саған қазір күшті өлең айтып беремін, дейді. Атамнан қаштым, әжемнен қаштым, қояннан қаштым, қасқырдан да қаштым, енді сенен де қашып кетемін деп бауырсақ жүгіре жөнеледі. Одан әрең құтылып жүгіріп келе жатқан бауырсаққа осы жолы қызыл түлкі жолығады. Ой, қандай әдемі орман екен. Бұрын мұндай гүлдерді көрмеппін. Саған ұнап тұр ма бауырсақ? Бұл менің сүйікті алаңқайым. Әрине, көк, сары, қызыл, бәрі жып-жинақ. Бауырсақтың аңғалдығын байқаған түлкі қолыққа салынып, оған өзінің достығын ұсынады. Бұны естіген бауырсақ одан сайын қуанып, асыр салып әнін айта береді. Бауырсақпын домалап, күнге жылып, ән айтам, қараңдаршы, көңілдімін, өзіме де жарасам, биім бар, қадамым жеңіл, дала толы гүл иісі. Кереметсің, бауырсақ. Даладағы гүлге қарап, қайырлы күнде ән айтам, бауырсақпын домалаймын, шаттанамын жаным-ай. Керемет екенсің. Көктем иіс көңіл ашып, би билеймін гүл үстінде. Бауырсақ, сенің әндеріңнің бәрі керемет екен, бірақ менің құлағымның естімейтін-ай, менің тұмсығымның үстіне шығып айтасың ба? Жұлдыздай аспанда жүргендеймін, желменен көктемді тыңдаймын. Бауырсақ, достарға ән арнаймын, әу. Күн шуақ, көк шалғын сыңғырлап тұр таным, көңілге шаттық саламын. Бауырсақпын балдан тәтті, желмен бірге ырғамын. Қызыл түлкі тыңдап тұршы, әуенімді шыдамын. Тауда туған дала кезген әнге толы Түсіші мені, құлаймын ғой. Асықпа бауырсағым, сен сондай жұмсақ көрінесің, иісі тіпті таңсық. Жоқ, менен айтып беремін. Әніңді тыңдап қойдым, енді дәмін көрейін. Тамаша, рахмет, кішкентай бау. Керемет, әлі де дәм аузымнан кетпей тұр. Мынау күннің жылуы да бәрін толықтырып тұр емес пе? Балалар, сендер бұл ертегіден не түйдіңіздер? Бір көрген адамға сеніп қалмау керек. Үлкендердің тілін алу қажет. Ал әжесі бауырсақты әлі күнге дейін үмітін үзбей күтуде.